Мен Қазыбек Айжан Қайратқызы, Талғар ауданы Тұздыбасты ауылы Айниса жекеменшілік мектебі 2 А сыныбында оқимын. Абай Құланбаевтың өлең күз туралы өлең. Зор бұлтсыз суық қаптайды аспан, көз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тоңғаныма жылқы ойнап бие қашқантай жазған. Жасыл шөп әшешек жоқ бұрынғыдай, жастай күлмес жүгірмес балалар жоқ. Қайшы шал кемпір түйдісі кетіп, жапырағынан айылған ағаш құрай. Біреу малыма сапсыды салып ене, сабылаңқы тартыпты жыртық киім. Енесі не ертіп шуда жүгін, жас қатындар сұйылған жамайды иін. Қас тырнақ қатыранып қайтса бермен, астында ақ шомшы жүру бір келін. Қай ауылда көрсен де жабыраңқы, күлкі ойын көрінбей сері-селін. Кемпір шал құжым қағым бала бөтен, көнсіз қара суық қырда жүрсен. Кемі кісіде күларпа су тимеген соң, үйді ит жоқ тышқан алап қайда көзен. Күзеу тозған оты жоқ елдің аңы, жұман бола жер соқшақшан тозаны. От жуақпаған үйінің сұры қашып, ыстан қорыққан қазақтың құрсын заңы.